Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып 9-шы сыныптың 11-ші сыныптың оқушыларына арналатын болады, және мұғалімдер де тыңдаса болады. Өйткені бүгін біз мемлекеттік емтиханда жазылатын жалпы өмірде өзіміздің пікірімізді шығаруға көмектесетін эссе жанры туралы айтқымыз келеді. Жазылымның ерекше бір формасы эссе туралы мен 2013 жылдан бері зерттеп келемін. Содан бері авторлық бағдарлама және жинақ кітаптарының зерттеушісі ретінде осы эссе тақырыбы мені қызықтырады. Эссені жазудың бір шаблонын үйренейік. Бүгін сіз осы видеоның соңына дейін көретін болсаңыз, ертең өзіңіздің жазған эссеңізді ұялмай оқушыларға көрсетіп, мұғаліміңізден жақсы ұпай алуды сұрай аласыз. Ендеше кеттік. Эссе 3 бөлімнен тұрады. Эссеге берілетін сөз көлемі жоғары сынып оқушылар үшін 250 сөз, 9-шы сыныптың оқушылары үшін 150 сөзден жоғары. Сол сөз көлемін ойша біз мынандай пропорциямен бөліп аламыз. Бірінші кіріспе бөлім бүкіл жұмыстың 30%-ын құрайды, негізгі бөлім бүкіл жұмыстың 60%-ын құрайды, ал қорытынды бөлім 10%-ын құрайды. Кіріспе бөлімдегі сөйлемдерді ең бірінші тақырыпты түсінгені туралы сөйлем, екінші тақырыптың өзектілігі, үшінші тезис. Міне тақырыптың тезисін тапқан кезде біз ең бірінші мынаған назар аударуымыз керек. Тақырыпта сұралып тұрған мәселенің сіз қай жағын таңдағыңыз келеді? Ол берілген пікірмен, тұжырыммен келісесіз бе, әлде жоқ келіспейсіз бе? Соны тезисте бір сөйлеммен айтып кетесіз. Тезистен кейін негізгі бөлімге өту сөйлемін жазсаңыз болады. Келесі негізгі бөлім. Негізгі бөлімде сіз екі аргументті былайша орналастырасыз. Бірінші өзіңіздің пікіріңіз, екінші келтірілген аргументіңіз, үшінші сараптама талдауыңыз. Екінші аргумент тура солай орналастырылады. Бірінші пікіріңіз, екінші аргументіңіз, үшінші сол пікір бойынша талдау сараптамаңыз. Негізгі бөлімді аяқтағаннан кейін қорытынды бөлімде сіз басында өзіңіз таңдаған көзқарас бойынша шешудің жолдары, қандай жолдары бар? Соған 2-3 ұсынысыңызды жазып, өз ойыңызды аяқтайды екенсіз. Міне бар болған осы 11 сөйлемді сіз жаза білсеңіз, өзіңіздің ойыңызды белгілі бір алгоритммен жеткізе алдыңыз деген сөз. Эссенің тілі академиялық стиль болады. Академиялық стиль дегеніміз ғылыми стиль мен ауызекі сөйлеу стилінің арасындағы көпшілікке түсінікті тіл десек болады. Кейде біз оны публицистикалық стильмен шатыстырып аламыз, кейде ғылыми стильмен шатыстырып аламыз. Сондықтан ғылыми белгілі бір ережелерді пайдаланғыңыз келсе, оны көпшілікке түсінікті сөйлемдерге айналдырып алғаныңыз дұрыс екен. Келесі ескеретін нәрсе, эссенің құрамындағы сөйлемдер бір-бірімен байланыспай қалмауы үшін сіз оларға қыстырма сөздер мен шылауларды орынды қолдана білгеніңіз дұрыс. Сонда сіздің эссеңіз өзіңіздің ойыңыздан шыққаныңызды, өзіңіздің жан жүрегіңіздегі айтқыңыз келген мәселе туралы жазылған жұмыс екендігі белгілі болады. Эссені жазғанда әрине сауаттылық керек, ол үшін орфография мен пунктуацияның ережелерін қайталау керек болады. Міне егер де осы жерлерде сізге көмек керек болатын болса, менің каналыма жазылыңыз, және мен сіздерді үнемі керекті ақпараттармен таныстырып отыратын боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет.